Баршаңызға сәлем, менің есімім Гүлназ. Менің бұл ең алғашқы YouTube'ға жүктеп отырған видеом. Негізінде менің Instagram парақшамда 192 мың оқырманым бар. Негізі 196 мың болған, бірақ Instagramның соңғы обновлениясына қарай мендегі 4 мың адамды өшіріп, қазір 192 мың оқырманы бар. Блогер, эксперт. Енді осы YouTube каналды ашып осы жерде жауласам деген оймен алғашқы видеомды салып отырмын. Баршаңыздан қолдау күтемін. Бүгінгі өзімнің ең алғашқы видеомды, өзім блогер болғаннан кейін 12 жыл Инстаграмда блог жүргізіп жүрген екен, ТикТокта блог жүргізіп жүрген екен, жүйелі бір күн болса да блогта тоқтап қалмаған, жоқ болып қалмаған, үнемі контентінен жалықпайтын блогер ретінде көп адамның қиналатыны система, яғни жүйе деген нәрсені құра алмайтынына көмектескім келіп, сіздерге блогты қалай тұрақты түрде жүргізуге болады. Сіз ұйықтап жатсаңыз да сізге қалай ақша алып келіп тұратынды етіп жүргізуге болады деген тақырыпты көтергім келіп отыр. Максимально өзімнің өмірлік опытыммен, яғни менің осы 12 жылда қандай жолдармен жүріп, маған жеңіл болып көрінетін тұстарымен сіздерге бөліскім келіп отыр. Қаншама мен көріп жүрмін ғой, менің оқырмандарым арасында, клиенттерім арасында, эксперттердің арасында курстан курсқа өтеді, неше түрлі білімдерді алады, бірақ бәрібір оларға керек деген системаны таба алмайды. Білесіздер ма не екен? Ол сізді постоянно жүйеге алып келіп отыратын, сізді блогта түсіп қалмайтындай етіп сізге мотивация беретін бір нәрсе, ол сіздің мақсатыңыз. Сіз негізі системаны жүргізіп отыру үшін белгілі бір мақсатты қоюыңыз керек. Қазір мен өзімнің өмірімдегі осы бір инсайттың келген уақытымен және де мені конкретно осы нәрсені түсінуіме алып келген бір тәжірибемді айтайын. 2024 жылы сентябрь айында біз отбасымызбен бірге Египетке демалуға барамыз. Сол жерде 10 күн демаламын, 10 күн демалып, күш жинап келемін дағыны. Сол жақта жүрген кезде 10 күннің ішінде соңғы күндерінде менде мынандай бір бешеный бір сондай желание пайда болады да. Барлығы ұялып жатыр, бала шағасына, ал біз неге алмаймыз? Ал біз не қарап жүрміз деген сондай бір. Осыдан мен осы жылы өзім сентябрьде демалып келатырмыз. Биыл жаңа жылға дейін, декабрьдің 31-іне дейін қалай да ұялу керек деген сондай бір бешеный желаниемен келем. Сол арман, сол мақсат мені ұйықтатпайды ғой. Бірақ бұл жерде менде логика қосылды. Естественно, біз 2 бөлмелі үй қалап тұрмыз, бірақ 2 бөлмелі үйді мен наличкаға алатындай бұл қысқа мерзімде 3-4 айдың ішінде мен ала алмаймын. Сол себепті мен не істеймін? Ең алдымен мен первоначалкасын жинауым керек деген сондай бір түсінік келді. Хорошо, первоначалканың бағасы 5 миллион теңгені құрайды дедім. Сонымен енді мен келген екен, осы 3 айдың ішінде қалай оны ала аламын? Енді 5 миллион теңгені тауып, мен первоначалкасын қойып үйге алуым керек қой. Енді сол 5 миллионды қалай таба аламын деген сұраққа уже өзім жауап іздедім. Мені енді жандырып баратыр ана арман, мен өзімнің барлық жасай алатынын, қабілеттерімді, сата алатын услугаларымды, товарларымның барлығын списогын жаздым. Мен не істей аламын? Өзім ойланып отырмын да, осы жерде қыздар, сізде блог болсын, сізде блог болмасын, сізде жұмыс болсын, жұмыс болмасын, сізде барлығыңызда белгілі бір қабілет бар, немесе жасап жатқан жұмыс бар, немесе сатып жатқан товар, өнім, белгілі бір сізге табыс алып келатқан жер бар, бойыңызда қабілет бар. Алла әр адамның бойына 10 түрлі қабілет, қасиет беріп қояды екен. Енді осы біздің қабілетімізді, қасиетімізді Алла берген, біз жұмсамасақ, яғни жасамасақ, оны іске асырмасақ, ертең ол туралы да сұралады екенбіз. Көбіне біздер не істейміз? Ой, сен жасаған күнәң үшін сұраласың, сен жасаған бір жаман істерің үшін, айтқан сөздерің үшін сұраласың деп жатады ғой. Негізі Алланың алдына барған кезде, енді барып келген адамды білмеймін, бірақ негізі солай. Барған кезде бізге берген қабілет, біздің бойымызға берген қасиет, талант, осылардың барлығын Алла бізге бақытты болу үшін, армандарына жету үшін деп береді. Біз сол нәрсені
қолданбасақ, сол қабілетті іске асырмасақ, біз ол үшін де сұра аламыз. Сол себепті әр адамның бойында біреу массаж жасай алады, бірақ жасауға ұялады. Ол демек сен Алланың берген нәрсесіне қарсы келіп отырсың деген сөз. Сол сияқты мен мықты сата аламын, мен блогты өте күшті жүргізе аламын, мен контенттерді өте жақсы жасай аламын, мен распаковка жасай аламын эксперттерге деген сияқты өзімнің бір 100 қабілетімді, 100 болмаса да енді примерно 30-50 өзімнің жасай алатын тірліктерім списогін жасап алдым. Мен наставничество сатып табыс таба аламын. Ойым келді. Так, мен офлайн курс сатып ақша таба аламын. Так, мынадан 350 мың теңгеден 10 адамға сатсам 3,5 миллион болады. Оның 3,5 миллионның барлығы келмесе де кемінде 2 миллион келетіндей деп плюс-минус есептеп алдым. Енді қалған 3 миллион қалды. 5 миллион болу үшін менде қалған 3 миллион қалды. Так, ол үшін бір наставничество сатамын, 1 миллион теңге, енді 3 миллион теңге примерно таптым ба? Енді қалғанын қалай таба аламын? Мен алғыс дәптер деген дәптерім бар. Оны сата аламын да, оны 100 адамға сататын болсам, 3,5 мың теңгеден 350 мың теңге болады. Так, хорошо. Дальше мен не сата аламын? Мен товар сата аламын, пылесос сата аламын. Пылесостан әр қайсысына маржа 10-15 мыңнан қалатын болса, 100-ін сатсам, уже менде получается 1 миллиондай плюс-минус мен налог анамнан алып тастағанда 1 миллиондай бар екен деген сияқты өзімнің бүткіл жасай алатын іс-әрекеттерім, қабілеттеріме блог арқылы ақша таба алатын бүткіл өзімнің ақша алып келетіндей тірліктерінің списогін жасап алдым. Оның барлығын жасап алғаннан кейін менің көзімде уже яркий картина шықты. Мен осы ақшаны точно таба аламын деп мен жаңағы шыққан мендегі 100 списокті 3 айға бөлдім. 3 айдың ішінде осыларды дробить еттім. Көбінесе адамдарда осындай декомпозиция деген нәрсе жоқ. Декомпозиция деген осыны сіздің бүткіл жасайтын әрекеттеріңізді дробить етіп бөлу. Мен соны 3 айға бөлдім. 3 айға бөлгеннен кейін 1 айдағы жасай алатын, яғни 1 айға мен мынаны қойдым, 2-3 айға қойдым, соның 1-ші айындағы жасай алатын нәрсемді күндерге қойдым. Сөйтіп мен сол күндерде уже сонымен жұмыс жасап, тек сонымен уже жүретін болдым. Ол мендегі расписание болды да. И мен дәл солай планды құрған кезде, ана сумма мен миыма сыйған кезде, менде күнделікті уже расписание болды, өзіме құрып алған. Сонымен жүрген кезде менде реально 3 ай емес 2 айдың ішінде өзімнің ойлаған суммам табылып, и біз немедленно барып өзіміздің армандаған, өзіміздің қалаған BI групптағы 2 бөлмелі үйімізге первоначальный взносты қойып, біз 2024 жылы алған болатынбыз. Менде бір принцип бар, мен егер ақша жинайтын болсам, бір мақсатты қоятын болсам, мен при этом өзімнің үйдегі бала шағаларыма ол минусовация етіліп, олардан ауыздарынан жырылмау керек. Осындай бір принцип бар, то есть оларға да жету керек, и мына менің основной деген мақсатыма да жететіндей етіп әрекет жасауым керек деген сондай өзімде өз ұстаным бар. Солай жасадық, и солай біз үйді алдық. Енді сіздер курстан курсқа барып тапа алмай жатқан системаларыңыз осы жерде жатыр. Сіздердің көздеріңізді жандыратын, сіздерді прям азында тұрғызатын белгілі бір мақсат болу керек. Өзім блогер болғаннан кейін жақында мен блогмани деген курсты өткіздім, и сол жерде осыны түсіндіріп жатсам, бір кісі айтады маған, біз итақта ол мақсат деген нәрсені, біз жоспар дегенді құрамыз ғой итақта жылдың басында дейді. Жоқ, сіздер түсініңіздер, сіздер жылдың басында құрған кезде де сол бойынша жүрулеріңіз керек. Ал негізі бәріміз үлкен ақшаны қалаймыз, барлығымыз үлкен табысты, масштабты қалаймыз, бірақ ақша келетін себебі болу керек. Егер сізде ешқандай көзіңізді жандыратын, алдыңыздан нақты қойып қойған бір белгілі бір осы жерге баруым керек, осы мақсатқа баруым керек деген нақты сіздің компасыңыз болмаса, сізге ақша келмейді. Ақша белгілі бір себепке келеді. Сол кезде сізде система болады. Түсініңіздер ғой, барлықтарыңыздың таба алмай жатқан системаларыңыз, барлықтарыңыздың жасай алмай жатқан жүйелеріңіз сіздердің нақты бір мақсаттарыңыздың болмағандығынан
жағынан. Сол себепті барлықтарыңызға дәл осы бір видеода өзімнің мысалыммен, өзімнің өмірімдегі өткен тәжірибеммен, инсайтыммен бөлісіп, сіздерге де нақты бір мақсат қою арқылы өздеріңіздің блогтарыңызды систематизировать ете аласыздар дегім келеді. Және де сол арқылы контенттеріңізде туып отырады. Сол кезде сіздер блогтан түсіп қалмайсыздар, бір күнде болса жоғалып қалмайсыздар. Өйткені сіздердің алдарыңызда үлкен мақсат тұр және де оған апаратын жоспар бар деп айтқым келіп отыр. Егер осы видео сіздерге пайдалы болса, келесі аптаға осындай пайдалы видео шығаршы дегілеріңіз келетін болса, сіздерден өтініш дәл осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызбен бөлісіп қойыңыздар, егер сіздерге қызық болған болатын болса.